Димаш Құдайбергеннің шығармашылығындағы орын алып жатқан жаңалықтары тек өз жерімізде ғана емес, сондай-ақ шетелдік бақ өкілдеріне де қызықты. Мәселен, Димаш Instagram парақшасына Пекинде берген сұхбатынан видео салды. Әнші әңгіме барысында творчестволық жаңалықтары, балалық шағындағы кумирлерін айтып өтті. Сондай-ақ Құдайберген жарыққа шыққалы жатқан алғашқы таспасына тоқталды. Мен бұл альбомды белгілі бір бағыт бойынша белгілі бір стильде болсын деген ниетпен жазбағам. Бұл менің ең алғашқы альбомым. Менің шығармашылық өміріндегі ең маңызды сәттердің бірі. Димаштың айтуынша, тыңдармандар оның алғашқы күйдавағынан түрлі жанрдағы әндерін еститін болады. Осы альбомде басым көпшілігі неоклассика бағыты бойынша орындалған әндер. Сонымен қатар қазақтың халық әндері бар. Сонымен қатар поп жанрында да әндер бар. Барынша сапалы түрде болсын деп біраз еңбектеніп тырысып бақтым. Сондай-ақ үнтаспада Құдайбергеннің шетелдік композиторлармен бірге жасаған туындылары да кездеседі. Алыс жақын шетелдегі композиторлармен қоян-қолтық аралас жұмыс жасадық. Жергілікті композиторлардың туындылары бар. Мысалы, Ресейдегі Игорь Крутой ағамыздың туындылары бар. Ал Құдайбергеннің біраз уақыт еңбектеніп тырнақалды жасаған жұмысының нәтижесін жуырда тыңдап бағасын бере аласыздар. Сондықтан күтіңіздер.